Ұлтымыздың тілін, жерін, намысын қорғағаны үшін қазақтың батыр қызы Жансұлу Дарханбаева 2 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Темір тордың ар жағына қамалған кезінде аяғы ауыр болатын. Қазіргі таңда темір тордың ар жағында сәбиін дүниеге әкеліп отыр. Бауы берік болсын біріншіден. Екіншіден, мен Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде өз наразылығымды білдіремін. Ресей президенті Путинге бір ауыз Қазақстанның жерін қайтар деген сөзі үшін ғана 2 жылға бас бостандығынан айырып отырсыздар. Ал біз әр қазаққа тиесілі 10 сотық жердің өзін әлі күнге дейін ала алмай отырмыз. 1045-ші тізімде тұрмыз. Ол тізім қашан келетінін бір Құдайға ғана белгілі. Сонда біз өз елімізде, өз жерімізде, өзімізге тиесілі 10 сотық жердің өзін ала алмай отырған кезде Ресейге жерімізді беріп қойып, аузымызды буып ашпай отыруымыз керек пе? Бас көтерген әрбір қазақты темір тордың ар жағына апарып, қамай бересіздер ме? Қазіргі таңда білесіздер, пәтердің бағасы космос. Қара жұмыс істейтін жұмыскерге қолжетімсіз. Қазіргі таңда білесіздер, аренда жалдап отқан, гаражда тұрып атқан, сарайда тұрып атқан, времянкада тұрып атқан, подвалда тұрып атқан кімдер? Кілең қазақтар. Сіздер бір мезгіл анау мінбелеріңізден түсіп, халықтың мұңын, үнін неге естімейсіздер? Сонда біз қай жаққа барып айтуымыз керек? Көшеге шығып айтсақ, аяқ қолымызды байлап, мал құсатып темір тордың ар жағына қамап тастайсыздар. Үйде отырып желіде айтсақ, соттап жібересіңдер. Сонда біз кімге барып айтуымыз керек? Осы сұраққа жауап беріңіздерші. Дүниеге енді қана келген нәрестесінің обалына қаламын деп ойламайсыздар ма? Жансұлу Дарханбаева сіңілімізге рақымшылықпен бостандық сұраймыз. Құрметті қазақ елі, сіздерді Қызылжар, Петропавловск қаласындағы Жансұлу қызымыздың әділетсіз сотталғаны үшін халық сіздерді бірігуді шақырамын. Халық болып үндеу жолдап резонанс тудыруды шақырамын. Әділетсіз заңды мойнына арқалатып, біздің ел басшының бұйрығымен әділетсіз сот өтті. Неге десеңіздер, мына диктатор Путиннің біздің еліміздегі алып отырған жерлерінің уақыты бітті. Соны естеріңізде болсын. Сол біткен уақытты қазақ халқына қайтаруын сұраған Жансұлу қызымыздың аяғы ауыр болатын. Аяғы ауырлығына қарамастан 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Міне, жақында Жансұлу қызымыз босанды. Ал енді біздің болашақ ұрпақты жазықсыз жаңа дүниеге келген сәбиімізді анасымен бірге соттап отыр. Қай қазақтан көрдіңіздер? Бұл әділетсіз шешім деп білеміз. Халық болып үндеу жолдап, резонанс тудырып, бұл қызымызға бостандық сұрайық. Қол ұшын беріңіздер, ат салсайық. Әрбір қазағым жалғызым. Қай қазақтан көрдіңіздер? Аяғы ауыр ананың алдынан кесе көлденең өтпегенің. Әрине, біздің Қазақстанда шындық жоқ. Әділетсіз Қазақстан басшыларынан әділетті орнатуын сұраймын. Мен Төлегенова Бекзат Төлеуғазықызы, Абай облысы Үржар ауданының тұрғынымын. Көп балалы анамын.